Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, қазақ тілін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мақала жаза аламын. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары мақала мен хабарламаны ажыратуды, мақала жазуды үйренесіздер. Берілген мәлімет бойынша хабарлама құрастырасыздар. Олай болса, 46-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтіндерді оқы, қай мәтінде болатын оқиға хабарланып тұр, қайсысында автор өзі туралы баяндайды. Бүгін 20 қазан күні біздің мектептің мәжіліс залында Абай өлеңдерін мәнерлеп оқудан жарыс өтеді. Мен осы неге мектепке кешіге беремін? Енді кешікпеймін деп уәде берсем де кешігемін. Не істеуім керек? Бүгін жаңбырдан кейін қаптап кеткен жауынқұртты тамашалайын деп мұғалімнен кезекті ескерту алдым. Кеше балалармен футбол ойнап кешіктім. Мен әдейі істемеймін ғой. Шындығында менің сабаққа кешіккім келмейді. Бірінші мәтінге назар аударайық. Бұл сөйлемдегі сан есім, жалғыз есімдердің алатын орны ерекше. Мұндай жанрда ақпараттың қайда, қашан, не болғаны бір-үш сөйлеммен берілуі қажет. Яғни, бірінші мәтін бұл хабарлама. Олай болса, 48-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнын хабарлама шығатындай мәліметтермен толықтырып жаз. Мысалы, 11 қараша күні номері 204 мектепте қазақ тілі пәнінен олимпиада өтті. Оған Асыл мен Арман қатысты. Балалар, сендер хабарлама жазуды меңгердіңдер. Енді ақпараттық мақала жазуды үйренесіңдер. Ақпараттық мақала дегеніміз маңызды мәліметтер, қызықты оқиғалар туралы мақала жазуда, оқиғаны хабарлап қана қоймай, оған өз пікіріңді білдіруің керек. Мақала жазуда қашан, қайда, не, кіммен, қалай өтті деген сұрақтарды басшылыққа аласың. Балалар, 49-шы жаттығуға назар аударайық. Бір тақырыпқа жазылған хабарлама мен ақпараттық мақаланы оқы. Ақпараттық мақаланың хабарламадан ерекшелігі неде? Хабарлама үстіміздегі жылдың 10 қазанында қаладағы номері 173 мектеп лицейде әлемге танылған Абай атты кеш өтті. Ақпараттық мақала үстіміздегі жылдың 10 қазанында қаладағы номері 173 мектеп лицейде әлемге танылған Абай атты кеш өтті. Әдемі безендірілген зал көңілге қуаныш ұялатады. Абай шығармалары қойылған көрме алыстан көз тартады. Балалардың өз өнерлерін ортаға салатын уақыт та жетті. Абай өлеңдері жатқа айтылды, әндері шырқалды. Әсел, Санжар, Анар есімді балалардың өнеріне көпшілік тәнті болды. Ақын өлеңдері болашаққа бағыт-бағдар көрсетіп тұрғандай. Бұл жерде хабарлама нақты күні, өтетін орны және не болатындығы туралы айтылады. Ал ақпараттық мақалада уақыты мен өтілетін орны, қалай өткендігі, кіммен өткендігі туралы толық ақпараттармен қамтылады. Сонымен, балалар, біз бүгінгі сабағымызда хабарлама мен ақпараттық мақаланы жазуды үйрендік. Хабарлама мен ақпараттық мақаланы ажыратуды меңгердік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.